Қант мәңгілікке бас тартатын өнімдердің бірі, өйткені оның адам денсаулығына зиянды тұстары өте көп. «Қантсыз өмір» атты кітаптың авторы Нэнси Эпплтон қанттың қаншалықты зиян екендігін тізіп шығады. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға соны ұсынуды жөн көріп отырмыз. Біріншіден, қант сіздің иммунитетіңізді әлсіретеді. Бактериялық жұқпаларға қарсы күресуді төмендетеді. Бүйрек ауруларына шалдықтырады. Сүт безі, қуық алды безі қатерлі ісігіне әкеліп соқтырады. Глюкоза мен инсулин мөлшерін көбейтеді. Кальций мен магнийді бойыңызға сіңіруді бұзады. Көзіңіздің көрдігі төмендейді. Қан құрамындағы гемоглобиніңізді көбейтеді. Ойық жаралы колит ауруын шақырады. Мінекей, мынадай ауруларға тап болмау үшін оның орнын бал, кептірілген жемістер, үйеңкі шәрбәті, арпадан істелген ашытқы секілді заттармен ауыстыруға болады. Сондықтан бүгіннен бастап қантты өзіңіздің ас мәзіріңізден алып тастағаныңыз жөн. Рациондағы қант мөлшері бір тәулікте тұтынатын калорияның 10%-нан аспауы керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімет ұсынды. Тұтынылатын қант көлемін 5%-ға дейін азайту ағзаға пайдалы. Бір күнде тұтынатын қант көлемін мейлінше азайтқан немесе одан түбегейлі бас тартқан жағдайда ағзада қандай өзгеріс болатыны туралы көптеген мәліметтер бар. Қандай өнім құрамында қант бар? Диетологтар көп адам қант тек таза түрінде немесе кәмпит құрамында ғана болады деп қателесетінін айтады. Ал шындығында қантты күнделікті жеп жүрген көп өнімнен кездестіруге болады. Мысалы, жеміс йогурты, сүзбе, соус, шұжық, консервіленген кондитерлік өнімдер, шырындар. Осыған байланысты қантты мүлде тұтынбау мүмкін емес. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Себебі бастапқыда қанттан толық бас тарту адамға жағымсыз көңіл күй сыйлайды. Қантты жеуді аяқ асты тоқтатса не болады? Тазартылған қантты тұтыну кезінде мида серотонин мен дофамин деп аталатын гормондар бөлінеді. Тәтті де есірткі секілді тәуелділік тудырады. Ал одан бас тарту мыналардың пайда болуына алып келеді. Ашушаңдық, селқостық, мазасыздық сезімдері, жұмысқа деген немқұрайлылық, тез шаршау, бас ауруы, ұйқысыздық, бұлшықеттің ауырсынуы, тамақтану режимінің бұзылуы, таңғы, түскі және кешкі ас уақытында адамда тәбет болмайды да, беймезгіл уақытта тәтті тағам жеуге деген құмарлық туындайды. Сарапшылар атап өткендей, глюкозаны мәзірден, бірден және толық алып тастауға болмайды. Ол көмірсулардың қалыпты алмасуын жүргізу үшін ағзаға қажет. Егер ол бұзылса, жұмысқа қабілеттілік төмендейді. Қорек қабылдамаған ми жасушалары баяу жұмыс істейді. Адамның бір нәрсеге зейін тоқтатуы, өз ойын жеткізуі және жаңа идеялар ойлап табу қиындайды. Ашушаңдық пен мазасыздық пайда болады. Бірақ тәтті десерт жесе, артынша ақ бойында күш-қуат сезініп, көңіл күйі көтеріледі. Дегенмен глюкоза тазартылған ақ қантта ғана болмайды. Тәтті жеміс, көкөніс, бал, сүт өнімдері, табиғи қантқа бай жаңғақтардың құрамында да глюкоза бар. Диетологтардың пікірінше, бұл өнімдерді пайдалану ағзаның қалыпты жұмысы үшін қажетті глюкозаның, фруктозаның, лактозаның күнделікті нормасын алуға мүмкіндік береді.